Кайырлы күн, достар. Кешкі асқа сіздерге идея болсын. Орташа жұмсақтықта нан илейміз, сосын тефтелілер дайындап аламыз. Күріш, ет және пиязды күштен өткізіп, бұрыш тұзын қосып дайындап аламыз. Сосын зажарка жасаймыз, пиязды, болгарский перец, сосын помидорды қосып, жақсылап қуырып, үстіне су құйып қайнатамыз. 10 минут қайнатқаннан соң үстіне тефтелілерді салып, картоп салып, пісіріп аламыз 15 минут. Сосын сүзіп алып, мен жаңа қамыр дайындап қойдым, кеспе осылай. Соған кеспені пісіріп аламыз. Бірінші кеспесін салып, оның бетіне жаңағы дайын болған тефтелиді, сорпасын құйып, ас көкпен осылай ұсыныңыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Кешкі асқа идея чек. Ас болсын.